Сабақтың тақырыбы: табиғатты аяла. Сабақтың мақсаты: мәтіндегі тақырыпқа қатысты сөздердің мағынасын түсіну. Жетістік критерийі: тақырып аясындағы сөздерді түсінеді. Тақырып аясындағы сөздерді ауызша және жазбаша мәтін құруда қолданады. Суреттерге назар сал. Табиғаттың әсем көріністерін тамашала. Суреттерді қандай сезіммен қарадың? Неге? Енді мына суреттерге назар аудар. Бұл суреттер қалай әсер етті? Бірінші көрген суреттер табиғат сұлулығын паш етсе, екінші суреттер арқылы адам қолынан жасалған қатыгездіктің куәсі болдың. Бүгінгі сабақ та осы тақырып аясында болады. Алдымен жаңа сөздерге назар аудар. Тепе-теңдік, залал зардап, тіршілік, қамқорлық. Жаңа сөздердің баламасын төмендегі суреттерден тауып ал, сәйкестендір. Жаңа сөздерге сәйкес суреттерді дәл таптың деп ойлаймын. Тіршілік өмір сөзімен мағыналас. Қамқорлық, қайырымдылық деген мағынаны білдіреді. Залал зардап, зиян деген сөздің мағынасын білдіреді. Ал тепе-теңдік бірдей, тең деген мағынаны береді. Енді сабағымыздың негізгі бөлімі тыңдалым бөліміне көшеміз. Мәтінді 2 рет мұқият тыңда. Бірінші мазмұнын түсіну үшін тыңдайсың, екінші сұраққа жауап беру үшін тыңдайсың. Мәтінді тыңдағаннан кейін мына сұрақтарға жауап беруге әзірлен. Адамға табиғаттың жері мен суы, орманы мен тасы, жануарлары мен өсімдіктері не үшін қажет? Табиғаттан ала берудің нәтижесі қандай болады? Табиғатта қандай заң бар? Ол неге қатаң сақталуы тиіс? Адамды табиғаттан, табиғатты адамнан бөле алмаймыз. Адам мен табиғат бірінсіз бірі өмір сүре алмайды. Сондықтан адам мен табиғат егіз деп айтамыз. Табиғаттың жері мен суы, орманы мен тасы, жануарлары мен өсімдіктері адамның тіршілігі үшін қажет. Сондықтан табиғатқа туған анаңдай қамқорлық жасап, қорғауың қажет. Адам өзіне керек барлық нәрсені табиғаттан алады. Оның ағашын кесіп, үйлер салады, шөбін шауып, малына береді. Қазба байлықтарын алып, пайдаланады. Бірақ табиғаттан тек ала беруге болмайды. Өйткені ол оған үлкен залал зардап келтіреді. Сондықтан орманнан бір ағаш кесіп алсақ, орнына 10 шыбық отырғызу керек. Табиғатта тепе-теңдік заңы қатаң сақталып отырады. Егер біз құстарды қырып жойып жіберсек, онда жер бетін түгел құрттар, шыбын-шіркейлер басып кетеді. Ал жыртқыш аңдарды аулап, жер бетінен жойып жіберсек, шөппен қоректеніп, отар болып, бірігіп жайылатын аңдардың арасына ауру тарап, олар да жер бетінен жойылып кетуі мүмкін. Адамды табиғаттан, табиғатты адамнан бөле алмаймыз. Адам мен табиғат бірінсіз бірі өмір сүре алмайды. Сондықтан адам мен табиғат егіз деп айтамыз. Табиғаттың жері мен суы, орманы мен тасы, жануарлары мен өсімдіктері адамның тіршілігі үшін қажет. Сондықтан табиғатқа туған анаңдай қамқорлық жасап, қорғауың қажет. Адам өзіне керек барлық нәрсені табиғаттан алады. Оның ағашын кесіп, үйлер салады, шөбін шауып, малына береді. Қазба байлықтарын алып, пайдаланады. Бірақ табиғаттан тек ала беруге болмайды. Өйткені ол оған үлкен залал зардап келтіреді. Сондықтан
орманнан бір ағаш кесіп алсақ, орнына 10 шыбық отырғызу керек. Табиғатта тепе-теңдік заңы қатаң сақталып отырады. Егер біз құстарды қырып жойып жіберсек, онда жер бетін түгел құрттар, шыбын-шіркейлер басып кетеді. Ал жыртқыш аңдарды аулап, жер бетінен жойып жіберсек, шөппен қоректеніп, отар болып, бірігіп жайылатын аңдардың арасына ауру тарап, олар да жер бетінен жойылып кетуі мүмкін. Келесі тапсырма мына жаңа сөздерден сөйлем құрастыр. Тіршілік, қамқорлық, тепе-теңдік. Бұл тапсырманы да жеңіл орындайсың деп ойлаймын. Жақша ішіндегі сөздердің қажеттісін дұрыс тұлғада қойып жаз. Сабағымыз аяқтала келді. Қалай ойлайсың? Бүгінгі сабақта сен мақсатыңа жеттің бе? Егер жоқ деп жауап берсең, бұл сабақты қайта тыңдап, түсініп алғаның жөн деп санаймын. Үй тапсырмасы. Өзіндік жұмыс. Табиғатты түсіну үшін адамға не керек? Өз ойыңды жаз.